Сәлеметсіздер ме балалар? Отырамыз. Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі, тақырыбымыз етістік. Сабағымыздың мақсаты мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау, етістік туралы білетінімізді еске түсіру. Ортақ тақырыбымыз қоршаған орта. Я? Балалар. Сабағымызды бастамас бұрын біз кішкене көңіл күйімізді көтеріп алайық кәнекей. Мына ортаға шығайық. Мейірлі жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Кәне енді амандасайық, е? Жақсы, орнымызға отырайық. Ары қарай біз сағатымызды пысықтайық, я? Бізге қазақтың ұлттық ойыны көкпар ойыны келіпті, я? Қасқаша қойды тартады екен, я? Қазақтың ұлттық ойыны бұл көкпар. Енді біз осы көкпармен сендерге балалар сұрақ жасырып әкелдім. Кәне, кім шығады? Келесі. Бірінші көкпарды таңдадым, я? Неше сөз таптады, соны дұш? 4. Айта ол. Зар. Сат есім, сын есім, сан есім, етістік. Жақсы, отыра ғой. Екі асып береміз. Кел, айланы. Үшінші көкпарды айлана тартып. Зат есім, заттың түрін білдіретін сөздер. Атын білетін Заттың атын. Заттың атын білетін сөздерді біз зат есім дейміз. Мысалы, не? Кім ұстаз? Кімдер оқушылар? Не? Кітап? Не? Ручка? Қалам, не? Жақсы, заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз, я? Айлана кішкене шатасты. Ана бүгін бір асып қалады екен. Кел, кім көкпар тастап? Келесі. Етістік ол іс-қимыл. Етістік дегеніміз не дейді? Етістік ол іс-қимылды білдіретін етістік деп атаймыз. Мысалы, мен жүгірдім. Не істедім? Жүгірдім. Жақсы, отыра ғой. Етістік дегеніміз іс-қимылды білдіреді, я? Етістіктің неше түрі бар? Етістіктің неше түрі бар? 2. Қандай? Жеке және негіз. Күрделі етістік деген бар, күрделі. Келесі, кім шығады тағы? Көкпар тартуға? Кел. Сан есім дегеніміз не? Қыздарға қараймыз. Сан есім дегеніміз не? Санын, Заттың санын білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Мысалы, менде 3 қалам бар. Неше қалам бар? 3 қалам бар. Жақсы. Сұрағы неше деген сұрақтарға жауап береді. Екі асып кетеді. Соңынан асықтарды жинаймыз. Тақыр. Алдарында ребус берілген, осы ребусты кәне тез-тез шешіп қоямыз. Қандай сөз шығады? Бір қағаздан беріледі. Оларды салыстырады. Мәтіннің қай бөлігі танымды, қай бөлігі көрген мәтін екенін біз анықтаймыз. Кәне оқимыз. Кәне айлана оқи ғой. Қарты. Бақбақ пен бақпақ. Әже, бақтан деген бақа ма? Бақылдап тұрса бақа шығар. Ал өсіп тұрса өсімдік шығар. Бақбақты бақылдай ма?
Айналайын Мирашжан, сен бәрін де білгің келеді. Бақбақ деген өсімдіктің қандай болатынын мына кітаптан оқып берейін. Бақбақ тамыры жуан, шөпке ұқсас өсімдік. Жапырақтары топталып өседі. Әсел оқы. Жапырақтары сопақша көркем. Екінші бөлігі. Ғылыми. Енді бізде мына жерде сұхбат алу әдісін қолданайық. Сабағымызға бізден қарайды. Біз сендерге дайындап келген сұрақ бар екен. Орнында тұрып айтайды. Мирас әжесіне қандай сұрақ қойды? Бақбақ деген бақа ма? Бақбақ деген бақа ма дейді, иә? Әжесі қалай жауап берді? Бақылдап тұрса бақа шығар. Бақбақ өсімдігін сипаттап бер. Бақбақ өсіп сипаттап берші дейді Айланы. Тамыры жуан, шөпке ұқсас өсімдік. Жақсы. Мәтіннің қай бөлігі көркем мәтін? Бірінші мәтін көркем мәтін. Бөлігі, иә? Бірінші бөлігі. Көркем мәтін дейді, ережесін айта ғой. Көркем мәтін оқиғаны ретінде баяндайды. Сол сөйлемдер іс-қимылды білдіреді. Жақсы. Мәтіннің қай бөлігі ғылыми мәтін? Мәтіннің ғылыми мәтіні екінші мәтін. Ережесі ғылыми терминдер нақ сандар жазылады. Жақсы, керемет. Біз мәтінді екі бөлікке бөліп, оның қайсысы ғылыми, қайсысы көркем мәтін екеніміз біледі екенбіз, иә? Жақсы. Біз ойын ойнаймыз. Шаңырақ әдісі арқылы, міне мынандай шаңырақ, сендерге келіп тұр, қараңдар, осында шаңырақ. Шаңырақты ортаға қоям сендерге. Шаңырақ болған... Шаңырақ болғаннан кейін, балалар, бізде юрта бар. Мынандай тегіз үйлер бар, иә? Түсіндірілді ме? Мінекей кигіз үйлер болады. Кигіз үйлер. Енді мінекей осы шаңырақты қазір лақтырамыз. Кімге қандай кигіз үй түссе, соның сұрақтары болады. Кәнекей, кім бірінші бастайды? Айланы, орнына тұрсын. Орнына тұрсын. Қоясын. Қандай кигіз үй түсті саған? Сары. Сары, оқимыз. Оқы. Иә, етістіктің түрін ажырат дейді. Қандай? Негізгі. Оқы. Негізгі. Сұрақ. Сұрақ. Мысал келтір енді. Мысалы, Айжан, сен оқы. Жақсы. Келесі. Ала қоя. Мұна қандай түсірді? Мән, адамы, ала қой. Ойла. Етістіктің түрін ажырат. Қандай түр? Туынды. Туынды етістік. Ойға уақ. Ой. Туынды. Негізгі, болынды, болынсыз етістіктер бар екен, иә. Ал енді кішкене балалар сергіту сәтті орындайы шашаған шығармыз кәнекей. Өз-өзімізді сергітіп алайық. Иә,
Қолыңмен қойып, ойын өрнектерін. Жұмыс бойынша жұмыс істейміз кетеді. Сендерге мынандай тапсырма беріледі. Бұл тапсырманы дәптеріңізге жазамыз. Дәптерлерді жазасыңдар. Дәптеріңізді ашамыз. Дәптер. Жазайық. Қаламдар алмайды. Жазамыз. Қоршаған ортайы, біздің қоршаған ортада не жаздық қане? Табиғат не? Ауа, су, ағаш, шөтел, Тау, гүл. соның бәрі қоршаған ортаға жатады. Қазір енді осы неге мынау әкелген жұмыртқамызды лақтырамыз, ақырын жарып алмай. Қандай неге түседі? Мінекей қызылға түсті, міне қызылға түсті. Барасызды, келемізден мына жерден қызыл сұраққа алып, олыққа жауабын айтамыз. Кім бірінші лақтырады? Әсел лақтыра ғой. Қызыл. Қызыл. Көзге елі. Қасқыра ғой, жақын. Қыздарының басына кел. Осы жерде тұр, осы жерде. Көзге ілінбейді, жұтса білінбейді, ол ауа. Көзге ілінбейді, жұтсам білінбейді. Ауа, көз көрінбейді. Жақсы, келесі. Кел. Лақтыр. Көкті. Ала ғой. Бер. Қыздар, мына жерде тұр, мына жерде. Төбеден төнеді, тамшысын төгеді. Сол кезде ой қаулар бәйші. Мына ойында біз неге байланысты жұмбақтарды шештік? Табиғатқа, қоршаған ортаға байланысты жұмбақтарды шештік. Қандай жауаптар болды? Жел болды, сосын ауа, боран, жұлдыз, аспан, жаңбыр. Осының бәрі табиғаттың құбылыстары екенін біз білеміз. Ары қарай енді сабағымызды бекітейік. Бекітуге сендерге мынандай тапсырмалар келеді. Жаңағы сөз таптарын білеміз, қандай сөз таптары болды? Сатесің, санесің, сынесің, етесің. Енді қазір 1 минуттың ішінде мына жерде бізге әркім жаңағы сөз таптарды жазады. Біреуіміз затесін, бөліп аламыз. Ұзын затесін бе? Қатесі бар. Жіңішке жоқ. Қате. 2-3 қатесі бар. Неше сөз жаздың? Неше сөз жаздың? Неше жаздың? 8. 14, қатесі бар, 4 қате бар, 5 қате бар. Опа. Парта затесің, мұғалім затесің, ұзын сынесің, жүгірме томсыз, оқушы затесің, терезе сынесің. Терезе сынесің да. Бара жатыр күртелі түсті, парта затесің, жіңішке затесің. Жіңішке затесің ол. Қандай жіңішке? Қандай болады? Оқы нешеу? 11. Сенде жетеу дейді. Оқы. Қызыл сынесің, бор
зат есім, Мгм. парта зат есім, Мгм. мұғалім зат есім, жүгірме етістік, бара жатыр етістік, Қандай етістік? Күрде. ұшып кетті етістік, Күрде етістік, е? айғала етістік, Қандай? күрделі, Неге? 62-ші жаттығу, 65-шіде жазып аламыз. Мынау тақырыптарды қайсысы күрделі, қайсысы негізі, туынды, болымды, болымсыз, етістік екенін жазып келеміз. Жазып алыңдар күнделіктерін. Жазында ма? 68 жаттығу дедім, 65-шіде. Жақсы. Күнделігім қайда? Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыздың соңында рефлексия жасайық. Алмағышы бойынша бүгінгі сабақты түсіндім, түсінбедім. Келіп, ағашты басамыз кәне. Кел. Жақында. түсіндім. Бүгінгі сабақта бәрі түсінікті болды, е? Жақсы. Кел. Мен осы сабақты түсіндім. Жақсы. Түсіндік. Нешек? 11. Иә, бүгінгі сабаққа бізде бүгін 9 бал, 10 бал алады Әсел. 10 бал. Арай. 10 балмен бағалап жатыр. 10 бал, саған 9 бал. Жақсы балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарына. Рахмет.